Осыдан 3 ай бұрын Нара Капиталға ақша салған болатынмын. Басында келісім шарт бойынша барлығы бар, 350 мың теңге ақша салдым. Бірақ олар өздерінің сөздерінде тұрмай, басында 1 ай ақшамды алдым. Одан кейін 2 ай бойына ақша түспегесін офистеріне іздеп барғанмын. Офистер тас жабық, есіктер кілттеулі. Телефондарына звондасам, телефондар отключен. Енді қайдан табатынымды білмеймін. Бүгін біздің ойынымыз аяқталды. Жеңімпазды өздеріңіз көрдіңіздер, шынайы анықталды. Келесі ойында күтеміз. Жанболат, жүр шешін. Келе ғой шешін. Балам, не болды, ұйықтап қалдың ба? Саған не болған балам? Балам, көзіңді аш, балам. Аш, не болды саған? Көмектесіңдер! Не істеп қойдың балам-ау, не істеп қойдың? Құдайым-ай, Жанболат, балам, не істеп қойдың? Көзіңді ашы деймін, көзіңді. Жедел жәрдем тыңдап тұрмыз. Алло, көмектесіңдер. Өтініш, сабыр сақтаңыз. Көмектесіңдер, балам талып жатыр. Не болғанын айтыңыз. Жаңа ғана Инстаграмда ойын тамашалап отырған. Мекен-жайды айтыңыз. 4, 69, 35. Жақсы, күтіңіз, қазір барады. Тездетіңіздерші, өтініш, тездетіңіздерші. Мойындайсың ба, мойындамайсың ба? Мойындамайым, танымайым мен оларды. 118 адам лақтырдыңыз. Қарапайым халықтың уалына қалдыңыз. Не қылған адамдарсыз? Қазір өмір жеңіл байлыққа құмар, өтірік білімділер мен алаяқтардың кезеңі. Екінің бірі халықтың миын улап, өтірік тренинг өткізіп 1 сағаттың ішінде өміріңді керемет қылам десе, екіншісі ғаламтордың ар жағында отырып алып, аяқ астынан байытып жіберем дейді. Онсыз да маркетингтің құлы болған халық қалтасындағы соңғы ақшасын беріп, сол өтіріктің жолында жүр. Пендеміз жылтыр жақсы көреміз. Бірақ сол жылтырдың ар жағында қандай жылтыр бар екенін білсең ғой шіркін. Бала кезімде ауларлап жүрген сыгандардан қорқатынмын. Дуалап дүниемізді алып кетеме деп. Ал қазір сол алаяқтардың мына дуаналардан қай жер артық? Керек десең Инстаграм арқылы емші құмалақшысы мақтар, батасын тікелей эфир арқылы 100 теңгеге сатып отыр. Болашағыңды болжап, жолыңды ақ қылам деп, дақ қылып өздерінше сайрап отырғанын көріп, тағы да жағамды ұстадым. Онсыз да өмірі мәз емес бұл жастар, жеңіл ақшаның дәмін тартып, сол батыстан келген алаяқтардың торына түсіп, құл болып жүр. Екі әріптің басына қосылмайтындар аяқ астынан білімді, данышпан болып халыққа ақыл айтып, 1000 теңге бер. 1000 теңге берсең, таң намазына дейін 5000 теңге пайда көресің деп, уағыз айтқандай сайрап отыр. Олардың ой сені бақытты қылу емес, қалтаңда соңғы теңгеңді алып бақытсыз қылу. Олардың қармағына түсу үшін алысқа барудың қажет шамалы. Қолыңдағы бір кесе шайың суығанша ілдің дей бер. Саламатсыз ба? Кіруге рұқсат ба? Саламатсыз ба? Келе қойыңыз. Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Жақсы, келе отыра қойыңыз. Алдында айтып едіңіз ғой, тағы бір келіп кетің деп. Тексерілеміз деп. Жүрек қағысы қалай? Алдында көп дәрі жазып беріп едім ғой. Соларды ішіп жүрсіз ба? Рахмет. Қазір енді уақыт болыпты. Тағы да УЗИ-ға түсіріп қарау керек. Жүрек қағысын сосын дәл көреміз. Жақсы.
соңғы кезде ентігүү және давлениең түсүү ушундайлар болду ма? Жоқ, кейде көзім қарап отқаны болмаса, бәрі нормально. Онда қазір УЗИға түсіріп қарау керек. Жата қойыңыз. Берілген дәрілерді ішеміз, тоқтатпаймыз. Жүрекке енді қобалжуға, мүлдем салмақ салуға болмайды. Жақсы. Әзірше ота жасаудың қажеті жоқ. Әлі біраз бақылау керек. Хорошо, жақсы, бәрін түсіндім. Рахмет сізге үлкен. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Ага. О, привет. А, Сәлем, Юлька. Привет, Михаил, привет. қалайсың? О, қисық аяқ, қалайсың? Вот я знала, что тебя лучше не надо было звать. Короче, Как же без меня, а? өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Короче, жігіттер, что я вас позвала-то? Еще адам бар. Работу ищут. Енді? Ну, ту тему еще раз замутим. Подтвердилась тогда? А, не знаю. Прошлый раз столько вертиков было. Сен ол кісілерді танисың ба өзің? Да, конечно. Күнде жазат құрсын. Жұмыс бар ма деп. Айттым. Адам басына 500 мың. И чё, они согласны? Да вообще без проблем. Они готовы последнюю копейку отдать. Онда шақыршиш. Айтамыз ғой, шөй күтет, айлығы 800 мың. Нефтяной компанияға деп. Шақыр, звонда. Өздерің қараңдар енді. Жұмыста болмаса не істейміз? Или емес не олды саған секірбе? Команда емес бізді. При чем здесь команда? Жұмыс болмаса? Ақшасын алсақ болды емес па? Елемес, ты чем-то не согласен? Мам, бәрібір шақыра бер. Ладно. Шақыр. Ну все, смотрите. Чтобы не говорили, что только я здесь все организовываю. Сейчас. Алло, Асылбек. Привет. Это Юлька. Привет. Конечно, узнал, да? Да. Ты же спрашивал, кстати, по поводу работы? Да? Работа есть. Все прекрасно. Ого, отлично. Завтра после обеда можете подойти сюда. Хорошо. С деньгами, как положено. Все. Хорошо, түсіндім. Я тебя сразу запишу в список. Рахмет. Будут вопросы, обращайся. Я всегда буду рада тебе помочь. Конечно. Ты же знаешь. Давай, пока. Да. Давай. Пока. Аферистка. А чё? Не обманешь, не проживешь. Сен бала әлі ұйықтамай отырсың ба? Ұйықташайшы. Біраздан соң. Ертең шығаратын мақаланы бітіріп алу керек еді. Ертең шетпеге садақаға барып келу керек. Нағашағым. Білем. Дәрігерге бардың ба? Анализдері нормальный ма? Бәрі жақсы. Ертең ұмыт кетіп жүрме. Ертерек кел, жарай ма? Жақсы, хорошо.
Ассалаумағалейкум жігіттер. Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Астанадан бастықтар соғып жатыр, жұмыс жасамайсыңдар деп. Короче, бір жерлерін көтеріп жұмыс жасаңдар. Онда бізге беретін пайызды көтерсін. Сенің не алып отқан пайызың аз ба не? Әбитке дейін ұқтайсыңдар шіріп. Енді өзің айтқан жоқсың ба пайызды көтереміз деп? Егер жұмыс жасамасаң қаяның басына көтерем ба сенің айлығыңды, Елемес, жарнама дайын болды ма? Бәрін дайындап қойдым ғой. Сәлем, жігіттер. Извините. Пипец, пробка на улице. Неужели пробка на улице? Или у тебя во рту? Заткнись, а, Хватит! придурок. Короче, так. Келесі ойын келесі апта өткіземіз. Сейчас пока мы рекламу в Инстаграме, в ТикТок выкладываем. Неше билет сатылды? 1000-нан астам. Аз. Депозит не болып жатыр? Депозит жиналып жатыр жайлап. Бірақ жарнама керек бәрібір. Астанада вроде түсіріп қойған әншісмақтар. Бұйырса соны алдыртамыз. Онда тіптен жақсы oldu ғой. Кстати, жігіттер, алдындағы журналист бар ғой, артымыздан түсіп жүр екен, представляете? Еще дейтін Фейсбукқа не жазған? Пост жазған аферистер деп. Толик, Жора, шешіңдер проблеманы. Қалай? Қорқытың, амалын тауың, білесіңдер ғой. Все хорошо. Знаете, мне кажется, его пугать не надо. Он, оказывается, и так инвалид. В одном новостном портале работает. Онда жайға түсіндіреміз, а? Ну, надеюсь. Короче, это ваша проблема. Разберитесь сами. Уважаемые мангистаусы, меня зовут Гоша, и я скоро приеду. Вы должны обязательно посетить мой тренинг, после которого вы станете очень богаты. Понимаете? Этот тренинг, он изменит ваш мир, ваше сознание, вашу финансовую устойчивость. Я, Гоша, компания Мунара Капитал обеспечит вам большие вклады и большой опыт работы. Поэтому я вас с нетерпением жду в городе Актау, уважаемые будущие вкладчики. И вся информация в описании. Это мой... Ассалаумалейкум, кіруге рұқсат па? Уағалейкум ассалам, конечно, кір. О, Асылбек, как дела? Сәлем, өздерің қалай? Рахмет, өзің қалайсың? У меня все нормально. Так, кешегі айтқан документтерді алып келдің ба? Иә, міне. Так, сейчас я проверю. По плану алып келіпсің ғой? Дұрыс. Так, короче, смотри, жұмыс дейтін уақытылы жұмыс. Бірақ 3 ай күту керек болады. Жақсы. Зарплатасы дейтін 800 000 болады. И сосын дейтін қарам. Как мы с тобой договаривались, 500 000 теңге болады. Проблема жоқ, давайте. Бірақтан да 3 ай күту керек болады. Түсіндің ғой да? Жақсы, давайте, хорошо. Саған лақтырам ғой да? Иә, маған жібере бересің сол номерге. Хабарласқан номеріме. Толик, проверь, пожалуйста. Дұрыс, түсті. Қазір мен саған договорды беремін. Вот тебе договор. Осы жерге қол қоя сал.
бір экземплярды өзіме алып қалам, біреуін саған берем. Завтра я все документы уже отнесу. Может, даже 3 айдан поменьше күтетін шығарсың. Ну все тогда, жақсы Асылбек. Жақсы, рахмет. Очень была рада Сіздерге видеть тебя. рахмет. Соғам обязательно. Алло, Сұлтан, сәлем. Сәлем. Мен келдім. Не болды, кірдің ба? Иә, қазір. Әдейі клиент болып кірем. Окей. Бұл алаяқтардың не істеп жатқанын білетін боламыз. Дұрыс болған екен. Жарайды. Сосын саған айтам. Сау бол, пока. Пока, күтем. Бүгін бізде тұс, соғыстыр дұс, рән оғын дұс, рән оғын дұс, бүгін бізде тұс, соғыстыр дұс. Юлька, молодец, қол шықты ғой. Да, не говори. Айтпа. Конечно. Я же придумала. Елемес, ты был против. Помнишь? Дұрыс айтады, дұрыс айтады. Все окупилось. Хер с ним, зато қалтада қоқша. Ертең жұмыссыз қалып қораға кіріп жүрмеге. Ой, Елемес, нормально все будет. Дұрыс айтасыңдар, уақыт еншісінде бәрі. Алып қойырик. Да, это я, да. Ты смотрел, что я тебе отправил? Да, посмотрел. Слушай, если Рика узнает, что я тебе вот этот файл отправил, мне хана конкретно. Потому что у меня ощущение, он знает, что это я. У меня предчувствие, у него предчувствие, наверное. Я не знаю, но я рискую многим. Понимаешь, да? Да, понимаю. Все нормально, не переживай. Будем на связи. Хорошо. Дайын ба барлығы? Иә, дайын тұр. Мазия қыламыз о, братан. Білесің ғой ит негізін. Саспақ ит қыламыз. Ассалаумалейкум аға. Алейкум ассалам. Қондыңыз ба? Иә. Міне күтіп тұрып біздер. Қазір шығып күтіп. Хорошо. Жақсы күтіп тұрмыз, иә. Жолаушылардың назарына Қарауе компаниясының Астана Ақтау бағыты бойынша рейсі келіп қонады. Жолаушылар ішкі рейстер залынан шығады. Бронирование отеля не на моей шее. Для этого есть менеджер. Қалыңыз қалай аға? Сейчас, подожди секунду. Сен одан да маған айтшы. Бәрі дайын ба? Сіздің берген тізім бойынша барлығы дайын. Рико неге күтіп алмады мені? Шұғыл шаруалары болды. Короче, в следующий раз, чтобы больше не звонили по таким вопросам. Самый настоящий уровень, с ума сводящий запах трачь, дальше он решает все. Как поселок городского типа, это месть, я моя Азия качает. Ассалаумағалейкум Ақтау! Қалайсыздар? Дауыстарың естілмей, кәне! Алдарыңызда бизнес-тренер! Қарсы алыңыздар! Гоша! Тоже Аль Пачино, хочет быть как Чино.
едет на коне. У него огромный план, Чина брата Чингисхан. Сендер қанаттандырылмағандықтарыңыздан, сендер қанаттандырылмағандықтарыңыздан, сендер қанаттандырылмағандықтарыңыздан, сендер қанаттандырылмағандықтарыңыздан. Короче, Чинаны білсем бол, бақса. Всем привет, уважаемые будущие вкладчики! Мен өте қуаныштымын сендерді көргеніме. Мен тербетпек тұр. На самом деле, это не плод. Это мой успех и ваш успех. Если мой успех, значит и ваш успех, уважаемые будущие вкладчики. Я прошу, чтобы вы мне дали 20 каких-то долларов. Жалко 20 долларов. Это приблизительно 7 тысяч, 8 тысяч тенге. Ну, возможно, 9 тысяч тенге. Алло, да. Сәлем, түсірдің бе? Барлығын түсірдім. Жақсы болған екен. WhatsApp-тан жіберем сосын. Ертең сайтқа шығарамыз. Сосын кездесеміз. Пока. Спасибо, спасибо. Я надеюсь, я уложился в свои 10-15 минут. И спасибо, что никто не ушел. А теперь конкретно. Среди вас есть, у кого есть большой кредит? Я знаю, что... Подождите секунду. Я знаю, что практически у всех, но такой кредит, который топит вас, который не дает вам спать, от которого душа рвется просто, вы от которого не можете спать. Есть, пожалуйста, поднимите. У меня. А вот отчаянная девушка. Вижу по глазам. Ваши бурные аплодисменты. Я вижу. По вашим глазам видно, что вы красивая, но вы отчаянная, да. Что-то не дает вам покоя. Аплодисменты я не слышал. Переходим к крупным планам. Я же знаю, как вас зовут. Я уже знаю, серьезно. Нет, не подумайте, что это подставной человек. Вы можете идти вообще. Любой человек. Шутка. Просто в наушнике мне говорят, что у Амалхан есть большой кредит ежемесячно 350 тысяч тенге. Это правда? Да. И вас зовут Амалхан? Да. Гордо поясните. Невозможно платить 350 тысяч тенге. Как такое возможно? 86 месяцев, это правда? Да. Это вообще беспредел какой-то, у меня душа аж посылается. Только что получили смс Амалхан. Свой телефон. Я уже... Ну! Наконец-таки! Амалхан, теперь вы будете спокойно спать. Это мой новый вкладчик. Я надеюсь, что вы будете моим вкладчиком. Не надо плакать, Амалхан. Я сам уже плачу. Можете туда пойти уже. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Екенін анықтадыңдар ма? Я, анықтадық. Ералхан Исмайлов 30 жаста. Ақтауда пропискасы жоқ, астаналық жігіт. Камера қарадыңдар ма қалай? Камераны қарадық. Бұл жерде бір машинаның бері қарай бұрылып жатырғаны бар. Номер түскен ба? Шынын айтсам, номерін әдейі жауып алған. Жасыл түсті көлік. Жақын арадағы барлық жерлердегі камераларды қарау керек.
Ассалаумалейкум, братан. Уағалейкум ассалам. Ассалаумалейкум. Қалай, братан? Че там, братан, іздепсің ғой бізді? Толик қайда? Толик Гошаны қонақ үйге алып кетті. Не ғо? Жаңа маған хабар келіп жатыр. Ероханы өлтіріп үйінің алдына лақтырып кетті. Хабарың бар ма? Қой, жоқ, хабарым жоқ. Мына кім қастарыңдағы? Дос боламыз ғой. Айттым ғой сендерге, кім болса соны етпең деп. Кім еді есімі? Мансур. Бері келші, братишка. Қалайсың? Қандай жоспар? Келе алып жіберейікші. Опа! Вот ты где, сукин сын. Дрянь. Ема. Уйди, пожалуйста, а? Ей, тыныштық па сенікі? Вчера ночью Ероху убили. Хоть знаешь об этом? Шын ба? А? Рико Далбаш, она жұмысшыны от тастады. Ребята разбираются, а ты сидишь тут бухаешь, как обычно. Твою мать, а чё мне не позвонили, а? Потому что твой долбанный телефон вечно отключен. Енді? Не улат енді? А? Вот ты хоть понимаешь, вот всех твоих шлюх, вот этих вот, оплачивал он. Все твое вот это вот бухло, ішкен қараған жеген, бәрін Ероха төлеп отқан жоқ па? Да, я понимаю. Вот что-то творите! Я всегда говорила! Будьте осторожны, сукины дети! Будьте осторожны! Я только это требовала! Ну чё, Юлька, не кипятишь, жаным. Слушай, пол шмарсин, а? Утришь вообще? Ты следующий будешь. Блять. Блин, чтобы ты был с парнями, понял? Понял, я тебе сказала? Хорошо. Я пошла. Толик қақта жүр осы? 5 минуттан кейін келем дегенде қылды ғой. О, салам алейкум. Уалейкум ассалам. Естідім, Юлька айтты. Сен қайда жүрсің? Күні бойы телефон өшіріп тұр ғой. Шаруаларым бұл. Ана,
Барда отырғандарды танып тұрсыңдар ма? Жоқ, жоқ. Помнишь, алдында Апашкан? Кеткен оперистер ғой. Жүр. Қойш, кеттік, сөйлеспейміз бе? Жүр кеттік давай. Жүр, кеттік. Охо. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Уалейкум салам. Жігіттер, адамдар ақша лақтырып жүргендерің болмады. Түсінбедім, кім лақтырған? Не, халықты қой көресіңдер ма не? Дым білмейді, топас көресіңдер ма? Так что давайте, жігіттер, ақшаны оны ұмытпаңдар. Лично менің Апашкам жіберген сендерге. Қайтар бер. Қайда ақша е? Бой ойында ұстап. Так что, братишка, жүре берші. Наркот сен вообще сөйлемейші? Алдындағы өлген жігітпен астаналық бар ғой, жоғалып кеткен жігіт. Сол екеуі бір қылмыстық топта болған сияқты. Себебі мен кафеде видео тарттырған кезде сол екеуі бірге түсіп қалған, бірге тамақ жеп отқан. Жақсы жаңалық қой. Ол жігіттердің кім екенін анықтап, мекен жайын табу керек. Вроде жігіттерге айттым мен. Олар қазір іздестіріп жатыр данный момент. Созбай тездетсін, айт. Сенің қызын алдайт неге, ол көше балдарында баурайт дейді. Көзін қасып күлімдейді, еріндері кесіден басқа жерге дүтейді. Бір көргеннен ұнаттым, киінгені болмапты. Пипец устала. Біледік та, жігіттер. Короче, жігіттер, менде бір сұрақ бар. Сендер осы Рикоға сенесіңдер ме? Мен сенем, нормальный жігіт қой ол. Мен сенбеймін ол. Неге? Че-то көп сөйлейді, арты таза емес сияқты. Кім Толик, Кумаша? Кім болса да ақшанды алып отқан жоқсың ба? Какая тебе вообще разница? Потом көресіңдер. Потом. Қой жігіттер, көп сөз боқ сөз. У меня свидание намечается. Ол шықсын қисық. Қалай ойлайсың, ана журналист сен айтқан жеріне өте ме екен? Өту керек. Өтпесе басқа жерден ұстау аламыз. Көп мұжымай тез алып ұстау керек еді оны. Айтпа. Дұрыс айтасың. Қой жеге, кеттіге уақыт болды. Точно осы жермен өте ма журналист? Иә, осы жолмен. 3 күн аңдадым артынан. 3 күнде де осы жолмен қайтты. Айтпақшы, не істедің? Горшан не істедіңдер? Шарп салдыңдар ма? Иә, құрсын, бір тренинг өткізем деп басты кетірді. Иә. Опа. Театр ғой міне.
братишка, бір минут қала ма сені? Иә, тыңдап тұр. Айта бер. Опа. Үніңді шығарма, отыру машинаға. Шық. Так, жалпы жағдай былай, танып тұрған шығарсың біздерді? Иә, танып тұрмын. Танып тұрған болсаң, біз жайлы мақала жазуыңды қысқарт. Не Түсіндің үшін бе? қысқартуым керек? Қысқартпасаң, жағдайың қиын болады. Жіктер, халықты алдау доғарыңдар. Одан кейін мен де мақалам тоқтатам. Мынау не деп тұр? Очкарик, очкиң очкоңна тығып жіберем, түсіндің бе? Сен кімсің маған әкірен дейтін, а? Мен сендерден қорқып тұр деп ойлаватсыңдар ма? Маған бір нәрсе болса, менен де басқа адамдар іздеріңнен түседі. Қашып құтыла алмайсыңдар. Мынау лох не деп тұр, кәсең миын шашып жіберем, түсіндің бе? Толик, ты чё? Жай сөйлесеміз еді қойттым, ол қуасыз ба? Жағдай осылай болады. Денис, мына қалып келің, тез! Жүр кеттік, тез көтер. Бүгін бізде дос, соғыстыр дос. Яран огонь дос, братан огонь дос. Бүгін бізде дос, соғыстыр дос. Сен нешек болған білесің ба, наркош? Өліп қалды ғой анау. Енді? Ты человека завалил, как это не oldu? Енді сен кесіріңнен бізде үлкен проблема болады, түсіндің ба? Не деп тұрсың я? Успокойтесь, вы что гоните? Не oldu сендерге натурен? Түнімен ұйықтай алмай шықтым. Неге, Қайреке? Жеңшем ұйқы бермеді ма? Қой қайдағы. Балам түнде үй келмейді, қайда жүргенін білмеймін. Жүрген жер бір жерде достарымен. Қыдырып. Мүмкін қызы бар шығар. Жас қой әлі. Ай білмедім ау. Қашан қарасам компьютердің алдында отырады. Хорошо. Қайреке, бізде вызов кет. Хабарым жалғастырамыз. Шұғыл жаңалық. Бүгін түскі сағат 14:00 шамасында белгілі журналист Сұлтан Қажымұраттың өлденесі бірінші шағын аудандағы қоқыс контейнердің ішінен табылды. Осы қылмыстық жайында тілшіміз Айгүл Маратқызы баяндап берсін. Бүгін сағат 14:00 шамасында белгілі журналист Сұлтан Қажымұраттың өлі денесі мына артымда тұрған қоқыс жәшігінен табылған.
Иә. Сәлеметсіз бе? Кіруге рұқсат па? Кіріңіз. Осыдан 2 ай бұрын белгілі журналист Сұлтан Қажымұраттың өлі денесі бірінші шағын аудандағы қоқыс жәшіктен табылған болатын. Осы қылмыстық іс бойынша тергеу амалдары жүріп жатыр. Және де осы қылмыстық іс бойынша сізге қоятын бірнеше сұрақтарым бар. Түсінбедім. Менің оған қандай қатысым бар? Сіздің Мұнара Капитал компаниясы туралы мақала жазған болатын. Жалпы естідім ол мақала жайында. Өзіңіз білесіз ғой, біздің компания үлкен болған соң, ондай теріс пікірлерге етіміз үйренген біздің. Сіз сұрағыңыз осы болса, мен сіздің сұрағыңызға жауап берген сияқтымын. Рұқсат болса, маған жұмыс жасау керек. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Алло. Алло, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Елемес, қайдасың? Толик қайда? Жора қайда? Да, братанка, бір ағамыз қайтыс болған. Каузинде садақада жүрміз. Не болып қалды, братан? У нас большие проблемы. Юлька қайда жүр? Білмедім, не знаю, что такое, что случилось, братан? Қалайда табу керек ол қызды. Тыныштық па, не болып қалды, братан, что случилось? Тез жетің қалаға. Тез болың. Хорошо. Ассалаумалейкум, братан. Салам алейкум. Че там, братан, тыныштық па? Маған тергеуші келіп кетті. Ана біз туралы мақала жазып жүрген журналист жігіт бар ғой, соны өлтіріп кетті. Сендердің қатыстарың жоқ па? Жоқ, ешқандай қатысымыз жоқ біздің. Смотрите у меня. Ертең маған былық бол жүрмесін артымнан. Түсіндіңдер ма? Саған да қатысты. Түсіндік. Сәлем. Сәлем. Не мені бастық іздеп жатыр ма не? Иә, қайда жүрсің сен? Ана жоғалып кеткен жігіт жайлы сұрап бүгін айқайды осты ғой. Оның үстіне келіп бүгін бауырларды айқай шығарған. Айтпадың ба? Іс әлі жүріп жатыр деп. Іс-түссіз жоғалып кеткен адамды қайдан табамыз? Бармаған есігіміз, шықпаған тесігіміз қалмады. Аха, соны барып өзің түсіндіріп қараш. Шляпыңды қайыр берсін. Біраздан соң кіріп шығармын. Айтпақшы, жоғалған жігітпен кафеде бірге отырған жігіттің мекен жайын таптым. Олардан барып сұрақ жауап алу керек. Ленка, у тебя сколько парней есть? Хватает. Ну, один у меня для расслабления. Один агашка есть. Он мне квартиру снимает. Как это понять? Чушь, что ли, а? Какая тебе разница? Иди отсюда. А я для чего? Ну ты, малыш, у меня особенный. Да ладно. Да, не просто так. Сулайма. Опа! Наконец-то я тебя нашла. Не болды сенің телефонна? Ломбардқа тапсырып тастадым, детка. Как обычно, нищеброд бар ғой. А это что за шмара? Ты что, блядь, охренела, что ли? Да, охренела. А ты поменьше жрать не пробовала? Ты меня достала! Отпусти, мразь! Я тебя найду, сучка! Дура, пошла в поняла?
Кстати, братан, өткендегі шаруаң не болды? Сол ұстай алмай қалдық қой. Соны ұстап алу керек еді соны. Сол ғой. О, ассалам алейкум. Уалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Толик жүр ғой мұнда. Қойшы, жалжан айтып отырайын. Ленкамен сөйлесіп отыр анда. Ленкаға келген бар. Пустыня передний Түсінем бөлек ішкі дүниең кедесең мұнда бәрі көлденең бүкіл әлем тәуелді теңгеден шүкір білем тек өзіңе сен Түсінем бөлек ішкі дүниең кедесең мұнда бәрі көлденең Оппа! Жұлдыздар не ағып жүр біздің районда? Тілегенің алдынан іздемей-ақ табылар деген осы екен ғой. Толик, ты их знаешь? Толик. Шығандар сияқты қашып кетіп едің ғой. Не хабар? Не істеп жүрсің? Ленкаға келдің ба? Айтшы конкретно, не керек саған? Не хабар екен деп? Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Тергеуші Есболмұратов. Кіруге рұқсат па? Иә, әрине рұқсат кіре қойыңыз. Сәлеметсіз бе Сәуле Қайыровна? Осыдан 2 ай бұрын осы жігіт із-түзсіз жоғалып кетті. Өзбекстан азаматы. Осыдан 2 жыл бұрын Ақтау қаласына жұмыс жасауға келген. Қала кафелерінің бірінде сізбен бірге тамақтанып отырған видеосын таптық. Сіз бұл жігітті соңғы рет қашан және қайдан көрдіңіз? Кафеде отырғаным рас. Мен үйге ремонт жасайтын адам іздегем. Содан соң Инстаграм арқылы осыны тауып алдым. Сол кафеге шақырып, мән жағдайды айтып, және ақысы қанша болатын келіскем. Бұл Қасыңда кім болды? Елемес деген досым болды қасымда. Келістіңіздер ме? Иә, ремонт жайлы келістік. Ол айтты әзірше. Қолым болса емес, объект алдым, соның үстінде жұмыс жасап отырмын деді. Одан кейін ол жігітті көрдіңіз? Жоқ, өзі хабарласам деді тек. Жақсы, рахмет. Егер де көріп біліп жатсаңыз, ішкі істер бөліміне хабарласыңыз. Бұл без проблем. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Қалай жалпы, сеніп тұрсың ба мына жігітке? Ай, сенем деп айта алмаймын. Артына түсу керек жалпы. Иә. Бүгін бізде тұс, соғыс тірі дос. Рән ногин дос, рән ногин дос. Бүгін бізде тұс, соғыс тірі дос. Рән ногин дос, рән ногин дос. Брачи көр, тиху жақ бет қо, мықты зачи көр. Даусымыз қатты шығып жатса кешір, шаңқай жақ бет қо. Брачи ко, брачи ко, бұрышта брачи колар. Ауыз біршілікті қалаған ағайындар бар рахмет қо. Жігіттер түсінбедім, не аяғасы кипіш шығарырсыңдер? Чё за херня? Микрорайондағы қызбен демалып жүрген брачканы сындырып тастапсыңдар ғой конкретно? Мен басқаша естідім. Сендердің брачкілерің апашканы кәдімгі лақтырып кетті.
айтыпты ғой анасы инстаграмда өтірік ойын ойнады. Сандырақтамашы, любой ойында 30-та 30-та болады. Так что басшы. Тем более сендердің братчиклерің өздері бастаған барда отырғанмен тиісің. Тілімді қышытпаңдар, Не мен тупой көресіңдер ма? Лысый, не кипятись. Как күйіп қаласың, так что бери руку нахрен. Қайырлы күн достар, мен әдеттегідей Айжарық Қадырбаев. Бүгінгі ұтыс ойынға дайынсыздар ма? Небәрі 5 теңге төлеп, мұны автокөлікті ұтып алуларыңызға болады. Достар, біздің Мұнара компаниясы сіздерге үлкен мүмкіндік сыйлап отыр. $100 салып, 5 күннің ішінде 2 есе пайда табуға мүмкіндіктеріңіз бар. Жіберіп алмаңыздар. Достар, біздің парақшаға тіркеліп, астындағы номерге хабарласыңыздар. Олай болса, Мұнара компаниясының басшысы Рико алдарыңызды. Қош келдіңіз, Рико мырза. Айтып жібересіз бе? Мұнара компаниясы пирамида емес па? Жоқ, бізге сенсеңіздер болады. Міне достар, өте шынайы бізде. Чё там ақша нормально түсіп жатыр ма? 600 мың түсті ғой, братан, тағы ұстау керек. Короче, жігіттер былай, Мұнара капитал туралы көбірек реклама жасау керек. Құрметті достар, біздің темір тұлпардан да басқа бағалы сыйлықтарымыз бар. Мына сылқым сұлудың үстіндегі шуба, және де коробканың ішіндегі ең қымбат сыйлық. Қымбат сыйлықты білгілерің келсе, ойын соңына дейін тамашалаңыздар. Неше жинал? Керемет жігіттер. Құрметті достар, біздің жеңімпазымыз анықталды. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Халыққа өзіңіз таныстырып жіберсеңіз, есіміңіз кім болады? Самат мырза, о бәрекелді. Ақтау қаласынан да. Өзіңіздің шынайы лебізіңізді халыққа жеткізсеңіз, шынайы екеніне көз жетсін халықтың. Мұнара капитал компаниясына сәттілік тілеймін. Алдымен рахмет. Алдағы уақытта дами беріңіздер. Қуаныштымын өте. Самат мырза, көлігіңіз астыңызда тоссын. Сізді тағы да шын жүректен біз құттықтаймыз. Құрметті достар, бүгін біздің ойынымыз аяқталды. Жеңімпазды өздеріңіз көрдіңіздер, шынайы анықталды. Келесі ойында күтеміз. Жігіттер, жақсы ойын өтті негізінде. Айтпа, не болса да қол шықты бүгін. Нормально пайда түсірдік қой. Сол үшін алып қойып керек еді. Сау. Сосын айтпашы, бізге тиесілі ақшаны қашан аламыз? Келесі апта деп айтты ғой. Ал жігіттер, менде тос. Ондай болса құй. Күштес. Натуре. Аузымыз бір болып, өстіп жүре берейік. Жұмысымыз алға басып. Базар жоқ, братан, сен үшін алып қойайық. Елемес, кстати. Кеше менге мементтер келіп кетті. Ана Өзбекстанның баласын іздеп. Сосын не алады?
есіңде ма теңіз жағалауда кафеде үшеуміз отырдық қой тамақ ішіп. Иә. Сол кафенің камерасына түсіп қалғанбыз үшеуміз. Айттым мен, елемес дейтін досым бар қасымда деп. Мен танымаймын оны, даже араласпаймын дедім. Тек Өзбекстаннан келген білем, Игорь ремонт жасайтынын білем дедім. Егер сенен келіп сұрап жатса, сен де солай айта сал. Іздеп тұрған болып тұр ғой. Конечно. И так проблемадан проблема шығып отыр. Ничего, дым білмегенде жүре бер, болды. Темекі бар ма, жігіттер? Толик, жаймен ішші, сосын сені басты кетіресің қазір тойып алып. Түсінбедім. Сен маған не өмір сүруді үйретпеші, осы бар ғой. Өзім білем қалай өмір сүрсем де. Ақылыңды бір жерге тық қойшы, түсіндің бе? Тартшы қолыңды, жағыңды айырам қазір. Істейсің ал. Жігіттер қойыңдар, не ол те бір тіресіп етіп, жұдырықтасып. Өз емес па ішіп алып қол отырған? Ішіп алған адам ғой. Маған соңғы рюмка құйыңдаршы, такси күтіп тұр. Отырмадың ба, ерте емес па? Сасық жерде отырғың білмей тұр. Давай, кетшеш кетсең, жолың болсын. Давайте. Ассалаумағалейкум, брат. Таксима 1365-ке. Брат, кішкене мас едім, ренжімеш.
Не болды, тыныштық па? Жанын алдың ба адамның? Көп сөйлемеші. Айтшы, не болды? Жапшы аузыңды. Привет! Привет, как дела, дорогой? Айтшы, не болды? Шаруамыз бітті, болды қана. Не қана? Багажникті қара бар. То есть өткендегі жігіт не істедің? Который из них? Кафеде танысқан ше? Ой, курсаш, я уже с ним не общаюсь. У него денег нет, зачем он мне нужен? Қумаш қыз. Нищеброд. Тым жақсы жігіт қой. Курсаншы, бетіне ас құйып ба? Мне деньги важны. Без денег никак. Ақшам болмаса, ешкімге керек емес. Ұстап алайын деп отырсың ғой. Уже есть. Есть? Ой, рахмет жаным, макияжым күшті болып шыққан сияқты ғой, да? Да, күшті болды, өзіңе ұнап тұр ма? Қазір тұра тұр. Хорошо. Алло? Алло, қайдасың? Салондамын. Қандай салон, бізде проблема. То, что случилось? Толикті өлтіріп кетті, тез келші мұнда. Что? Как? Когда? Мен өзенде тойда жүрмін вообще-то. Қандай өзен, қандай той? Толикті өлтіріп кетті де мұнда келсің. Знаешь что? Если... Сейчас, дорогой. Если он сдох, значит, он сам виноват. Я ему говорила. Значит, он доигрался. Цунумба. Все, меня не тревожьте. Сами разбирайтесь. Все нормально? Яқтырып кетті бізді. Алло, да. Ассалаумағалейкум. Бұл ел емес па? Иә, кім екен? Мен ішкі істер бөлімінен тергеуші Есболмұрат. Сізге қояр бірнеше сұрағым бар еді. Түсінбедім, тыныштық па? Менің нөмір телефон кім берді? Жаңа үйіңізге барып едік. Сіз жоқ екенсіз. Қарындасыңыз берді телефон нөміріңізді. Иә, не болды? Не сұрақ? Осыдан 2 апта бұрын бір жігіт із-түзсіз жоғалып кетті. Соны іздеу салып жатырмыз қазір. Бізде видео бар. Сол жігітпен бірге кафеде отырғаныңыз. Сол жайлы сұрақтарымыз бар еді сізге. Егер уақытыңыз болса, бүгін ішкі істер бөліміне келіп кетіңіз. Бүгін мен қалада емеспін. Ертең келіп қалсам қалай болады? Әрине. Хорошо, ертең күтемін. Келгенде осы нөмірге хабарласыңыз. Жақсы. Сау болыңыз. Кім звондаған? Мына менттер Өзбекстаннан келген баланы сұрап отыр. Блин, жетпеген солай. Кеше айттым ғой мен саған, есіңде шығар не деп айту керек деген. Солай айту керек. Не істейміз енді? Кеттік, болды. Алло. Алло. Здравствуй, дорогой. Привет. Как дела? Отлично, как сама? Так, смотри, я сейчас кое-где нахожусь. И смотри, мне осталось доехать только до Атроу. Оттуда мы уже дальше поедем в Стамбул. Ты не поверишь, все идет по плану. Молодец, умница. Да. Все хорошо, ждите. Целую. Хорошо, целую. Пока.
Ассалаумағалейкум. Жорасың ба? Иә. Мен Толиктің ағасы едім ғой. Толикті көрдің бе? Білмеймін, көп болды жалпы көрмегелі. Атырауда досымның тойына барып келем деп жүрген еді негізі. Егер көріп жатсаң айтшы, үйдегілер іздеп жатыр деп. Аха. Сау, рахмет. Жарайды, жақсы. Давай. Алло, елемес қаяқтасың? Қалада. Короче, былай жаңа Толиктің ағасы звондады маған, Толикті іздеп. Егер сенен сұраса, көп болды көрмей келді ғой. Жақсы. Сосын срочно номер ауыстыру керек одан кейін бізге. Жарайды, давай. Давай. Жолдас құлыным, тоқташ. Не істеп жүрсің? Мен сізге айттым ғой, келмеңіз деп. Жаным, жолдас, жүр шанда бар. Қарның аш шығар, тамақ жеп. Қарным аш емес, апа. Аш емеспін. Жаным жолдас, қайтшы болды. Ой, апа, қойыңызшы болды. Сен қайғырып. Ойынға да тігілген, үйге де тігілген. Барлық нәрсені ұмыттық. Құлыным, әкең алдың сыртынан жып-жылғып сарай салды. Сені күтіп отырмыз. Барлығы сен үшін. Жаным, үйге қайтшы жаным. Бармаймын дедім ғой, ұмыттыңыздар мені. Сақ болу керек кім болса да. Біздің ізімізге түскен біреу болып тұр ғой. Айтпа. Қалай ойлайсың осы? Еруханың брат емес болса, чөт сол Астанадан келгелі бері Рикода жоғалып кетті. Шыны керек білмеймін, шаруам жоқ вообще. Чөті не то, Юльканың лақтырғанына қарағанда сол сучка бір нәрсе білет. Ертең қалайда ұстап алу керек оны. Кішкене үркітіп қарайық, не айтар екен? Келесем жалпы, Егер менттер іздеу салатын болса, көзге бірінші ол біз түсеміз. Бір айдың ішінде біздің қасымызда 2 адам өліп отыр. Жағдай қиында болып тұр енді. Істейміз енді. Қашамыз. Қайда? Атырау арқылы Ресейге. Ендеше уақыт созбай, ертең жолға шығып кету керек еді не жалпы. Ертең сен ГУВД-ға бар. Тым білмегенде сұрақтарына жауап бер. Ал мен Юльканы тауып алып сөйлесем. Рико іздесен істейміз. Ағамыз қайтыс болды деп айтамыз, соның садақасына кеттік дейміз. Все, хорошо. Тебе что надо? Hi. Hey, how are you doing? I'm cool. What about you? I'm waiting for money. Okay. Okay.
Send me as soon as possible. Okay. How I'm long going I to. have to wait? Right now, I'm going to send money. Will I get today? Yes. All right. Okay, wait. I'll wait then. I got it. Great. See ya, honey. Okay. See you so, honey. Ассалаумағалейкум, Баке. Алейкум ассалам. Слушаю. У нас большая проблема, братан. Что случилось? Прикинь, эта сучка Юлька все деньги сперла. Серьезно? Шутишь, что ли? Счеттағы барлық ақшаны алып кеткен қаншығы. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Юлька, быстро перезвони. Рико знает, что мы деньги забрали. Ассалаумағалейкум. Бола ма? Уағалейкум ассалам. Үйлемессің ба? Иә, кеше телефон звонды. Кіре ғой. Елемес. Сен шақырған себебім? Мына жігіт танисың ба? Иә, кафеде бір рет көргем. Аха. Жалпы не үшін кездесіңіз онымен? Ол біз дос балама ремонт керек еді. Сол интернеттен нөмірін тауып алып кафеге шақырып едік қой кездесуге. Ремонтқа қалай? Келістіңіз бе? Жоқ, қолым бос емес еді. Так и не договорились мы с ним. Келіспедіңіз, иә? Жоқ. Хорошо, елемес. Жалпы білейін деген осы сұрақ сізге қойын дегенім. Боспын ба мен? Жалпы боссыз, иә. Қаладан ешқайда шығып кетпеңіз. Біз сізге обязательно хабарласамыз. Жақсы, сау болыңдар. Что там, нормально ма бәрі? Нормально сияқты.
саған қойған сұрақтарды маған да қойды. Кеттіге жолға дайындалайық. Юлияға звондадың ба сен? WhatsApp'тан жаз тек. Кездессек деді кешке. Қалаға келгесін хабарласам деді. Понятно. Рико телефон соқсам алмайды. Блин, что-то сол Рикоң бар ғой, блин. Не тот что-то, жүрегім сезіп тұр, соны бар ғой. Қаладан бүгін қалайда шығып кету керек. Оны қоя тұр, не болса да Юльканы күтуіміз керек біз. Ақшаны алып кетуіміз керек қой. Күтеміз енді, не істейміз? Кеттік онда, қозғалайық. Жүр, сөйтейік. Бүгін теңге алып қалай болса да қаладан басу керек. Айтпа, дұрыс айтарсың. Машинада еще бенз ұтып қалды, елки-палки. Елемес, Юлька жазып отыр ғой, прикинь. Қайсы? Міне. В отеле дейді. Деньги где? Деньги у нас дейді. Деньги у нас дейді. Приезжай один дейді. Бір өзің кел дейді. Неге сен тек жалғыз өзін шақырып отыр? Білмеймін. Что-то не то сияқты. Былай, мен жалғыз өзім барып алып келейін ақшаны. Егер де қайта оралмайтын болсам, білесің қаяқтан іздеу керектігін. Болмаса өзің жолға шыға беруіңе тура келеді. Бәріне де дайын бол, короче. Дос, басым қатырмаш, бірге барайықшы. Елемес, маған сен. Ақша бізге қазір аудай қажет. Жақсы, күтейін. Юлька!
Саламатсыз ба, Сәуле? О, ағай, қалайсыз? Бізге жұмысқа қайтып келдіңіз ба не? Егер алса көрем әрине. Әрине алады ғой сізді, уайымдамаңыз. Есболды көріп жатсам да папканы беріле салшы. Жақсы, как раз кешке көрем. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Брат, мына 28-ші квартирадағы балдар танымайсың ба? Мен чо, вахтерша ақсап тұрман ба не? Хорошо. Чо там, не болды ол үйде? Білем ғой ол үйде кім тұратын. Ол жерде Жора ел емес, және Мансур дейтін өзбек жігіт болатын. Жора ел емес? Мансур ремонт жасайды ғой, я? Какой там, наркош қой? Сәлем. Сәлем. Біз іздеп жүрген өзбек Жора ел емес бар ғой. Сол үшеуі бір квартирада тұрады екен. Кім айтты? Көрші жігіт айтып тұр қасындағы. Тоже ол да квартирант. Өзбек жігіт 2 ай болды дейді, көрінбей кетті дейді. Солай ма? Чота ана екеуі бірдеңе біледі. Досрочно соларды табу керек бізге. Мә, мына папканы саған Қайрат беріп жіберді. Срочно қарасын деп айтты. Мен баламды шыншыл адал бол деп тәрбиеледім. Бірақтан да сол шыншылдық тамырына балта шапты. Алаяқтардың ізіне түсем деп, олардың қақпанына өзі түсті. Қолымдағы папкада бәрі көрсетілген. Кім, не үшін, қалай. Бұл қылмыстық топ 5 адамнан тұрады. Сол себепті 5-еуіне 5 түрлі қақпан қойды. Осылардың кесірінен мен сияқты қан жұтып жүргендер аз емес. Бұлар өздеріне лайықты жазаларын алды. Мен өмірімді сол қылмыскерлермен күресуге арнадым. Соңында амалым жоқ, сол қылмыскерлікке қол соқтым. Артық сұрақтың қажеті жоқ. Жақсы күндерде кездескенше. Түнімен ұйықтай алмай шықтым. Неге, Қайреке? Жеңшем ұйқы бермеді ма? Қой қайдағы. Балам түнде үй келмейді, қайда жүргенін білмеймін. Жүрген жер бір жерде достарымен. Қыдырып. Мүмкін қызы бар шығар. Жас қой әлі. Ай білмедім ау. Қашан қарасам компьютердің алдында отырады.